Астана Медиа Week шарасы бұл ақпарат министрлігі құрылғаннан кейін қолға алынған бір орталық Азиядағы ең ірі жобалардың бірі. Астана Медиа Week'ке мен биыл қатарынан 3-ші жыл қатысып отырмын. Бұрындары өңірде болғанда, қазір осы орталықта осы шараны жібермеуге тырысам. Неге? Себебі бұл өте мазмұнды шара. Бұл жерде мен айтар едім, ақпараттардың жәрмеңкесі және ақпараттық сала қызметкерлерінің өнімдерінің жәрмеңкесі. Қазір білесіз, күз уақыты жаңа телевизиялық маусым басталып жатыр. Тек қана республикалық арналар емес, сондай-ақ өңірлердегі телеарналарда, өңірлердегі ақпарат құралдарда өз өнімдерін осы жерге әкеп көпшілікке таныстырып жатыр. Бұл бір. Екіншіден, журналистердің өзара пікір алмасу алаңына айналып келе жатыр. Яғни әріптестер бір елдің ішінде болғанмен әртүрлі контентті қалыптастырып отырған ақпарат құралдары бас қосу арқылы бір-бірімен тәжірибе алмасады, және бұл біздің ақпараттық саладағы дамуымызға мүмкіндік беретін шара. Енді бүгін бірінші күн ашылу болып жатыр. Ары қарай да сол дәстүр бойынша, бұрыннан қалыптасқан дәстүр бойынша ары қарай жалғасады деп сенем. Қазірдің өзінде жалпы телевизиядағы отандық өнімдер, оның ішінде кино және телесериалдарды түсіру бойынша, индустриясы бойынша панельдік отырыс өтті. Сондай-ақ жаңа мерзімді басылымдарды, журналды қалай шығару керек, болмаса сол ақпарат саладағы басқа да өнімдерді қалай шығару керек екен жеке-жеке панельде болып жатыр. Мысалы, жаңалық емес контенттерді қалай қалыптастыру керек әртүрлі секцияда. Мысалы, журналистер өзіне қажетті ақпаратты сол бөлімдер бойынша алып жатыр.